Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, сөздерім мен Нұрлан. Бүгін сіздерді қысқаша ғана Health Priority компаниясын таныстырмай отыр. Орысшаға аударғанда бұл приоритет здоровья дейді. Былайша айтқанда бұл компанияның ұстанымы денсаулық. Компания 2019 жылы құрылған. Мына Ресейге, Қазақстанға 2021-дің аяғы, міне 22 жылы кіріп жатыр. Компания президенті Лю Тин мырза. Бұл кісі Евразийская ассоциация здоровья и процветания дегеннің де президенті. Қандай өнімдер ұсынады бұл компания? Ең бастысы бұл түрлі құралдар, денсаулыққа байланысты дәрумендер, средства гигиены дейді ғой, мына әйел затына арналған заттар, және де косметика. Енді құрылғылардың ішінде бір-екі ғана мысал келтірейін. Мысалы, мына құралға қарасаңыздар, активатор клеток деп айтады. Бұл стимуляция обмена веществ и микроциркуляция дейді. Мына денеде 12 сантиметрге дейінгі клеткаларға тікелей әсер етіп, соның жазылып түзіліп кетуіне әсер ететін құрал. Өте қарапайым медициналық құрал емес, бұл жай адам қолдана беретін зат. Мысалға келтірейік, мына жігіттің құлағының артына бірдеңе өскен, соны 2-3 процедураның арқасында оны жоғалып жіберген. Және де мына псориаз, мына 10 процедура, 16 процедура дейді. Мынау 4 процедурадан кейін варикозға әсері жақсы, және де жировик дейміз ғой, мына терінің астында бір пайда өлі ет пайда болады. Соны осы құралмен 40-50 процедураның арқасында өзінен өзі аузы ашылып, ертеңгі күні жазылып жатады. Келесі құрал бұл ерекше смарт дейді, смарт сағаты. Бұл жерде жаңағы денеңіздің температурасы, давление дейді, соның бәрін сатурацияға дейін көрсетіп отырады. Және де бұл жерде шагомер бар. Шагомер дегеніміз сіздің жаңағы әр қадамыңызды есептеп отырады. Мысалы, компания мынандай не қолданып отыр да, монетизация шагов дейді. Егер де сіз осы сағатты қолыңызға тағып алып, күніне 10.000 қадам жасайтын болсаңыз, сіздің кабинетіңізге $10 есептеледі. Егер де бір жеті үзбей әр күн бойы 10.000 қадамнан жасап отырсаңыз, сіздің кабинетіңізге $100 есептеледі. Бұл жаңағы қадамдар жетісіне бір рет есептеліп отырады. Бұны денсаулықты түзету үшін, адамдарды денсаулыққа тарту үшін соны жасап отырған қадам. Мынау енді су тазартатын құрал. Су тазартатын, қазір таза су деген өздеріңіз білесіздер, әлем бойынша проблема. Мына құрал ауаны тазартады. Егер де бір жарты сағатқа осыны қоса қойсаңыз, кәдімгідей квартираңыз ішінде, комнатаңыз ішінде таусамалы ескендей болып тұрады. Мынау енді ерекше құрал, бұл монша. Кәдімгідей ванна комнатасына қоя сап, бір 5-10 минут ішінде отырып терлеп, кәдімгідей жақсылап отырып, ваннаға бір шайны басаңыз, моншадан келмес сауна ба гуа деп аталады. Мынау косметикалар өте көп, соның бір түрі ғана эко-косметика дейді. Бұл таза табиғи шөптерден, өнімдерден жасалған. Енді әйелдерге таптырмаса ағартады бетті және әжімдерді кетіреді. Мынау таза әйелдердің заттары. Бұның ерекшелігі, мына басқа осындай товарға қарағанда, бұның питовый до 3 раз больше дейді. 3 есе артық өз міндетін атқарады. Мынау БАДы дейді, дәрумендер. Бұның түрі бар, ішінен таңдап отырып, өзіңізге керегін алып, пайдаланып көруге болады. Антистресс купаж деген, әйелдерге арналған купаж, ерлерге арналған купаж. Соның ішінен өздеріңіз қарап, бағалары әртүрлі. Бұл енді негізі былай деп айтуға болады. Компания болғанмен бұл интернет-магазин. Бағалары $50-дан $2.000-ға дейін әртүрлі бағада. Сонымен осы магазинде тіркеліп, осы магазиннен сатылым жасап, ертең осы магазинді ұсынып жататын болсаңыз, компания сізге түрлі бонустар, түрлі төлемдер төлейді. Система вознаграждения дейді бұны. Бұл жерде жұмыс жасау үшін, мысалы, жаңағы
мен енді бір үш түрін ғана көрсеттім, ол жерде өте көп түрлер. Солардың ішінен жинақтап, мысалы $500 сатып алсаңыз, пакет стандарт дейді. Бұл кезде сіздің күнделікті $500 дейін табуға мүмкіншілігіңіз бар. $500 шектеледі, 500-ден артық болмаса. Ал егерде 2000-нің пакетін алсаңыз, күнделікті $2000 тауып отыруға мүмкіншілігіңіз бар. 2000-мен шектеледі деген сөз. Төлемдердің 6 түрі бар. Бұл степовый бонус дейді, бинарный бонус, бонус повторных покупок, туристический, автомобильный дейді, түсінікті шығар, автобонус, және де глобальный бонус. Степовый дегеніміз, сіз өзіңіз тіркеліп, мысалы $500 тіркеліп, өзіңізден кейін 2 адам тіркелсе, оң жақ сол жағыңызға бұны степовый есептеледі. Осы $500-дан $250 сізге сразу сол моментте сізге төленіп береді. Ал егерде сіздің өзіңіздің пакетіңіз 2000 болып, сол жағыңызға 2000, оң жағыңызға 2000 адам келсе, 2000 адам келсе сізге $1000. То есть, яғни әр пакеттің 50% төленіп береді. Ал енді екі пакеттің кіші жағынан төленеді. Мысалы 2500 болса, онда $250 есептеледі. Егерде степовый бонус өтіп кетіп, бірақ арасында мысалы қосымша тағы да активациялар бар ғой, бинар. Сол жағыңыз, оң жағыңыз. Содан мысалы мына степқа қатыспайтын нелердің бәрі бинарға қатысады. Бұл бинардың мына объемын дейді ғой, енді мына сол жағыңызда, қай жағыңызда аз, содан 10% сізге бинардан күнделіктің күнде есептеліп отырады. Келесі бонус, бұны бонус повторных покупок дейді, активация жасап, келесі екінші, үшінші сатылым жасаған адамдардан 500-дік пакетіңіз болса 6 глубина дейді ғой, 6-шы линияға дейін. Ал енді премиум, сіздің пакетіңіз премиум болса 9-шы глубинаға дейін сізге процент төлеп отырады. Сол жаңағы объемның 5% сізге есептеліп отырады күнделікті күнде. Квалификационный бонусы дейді, бұл өзі 6 түрі бар. Бірінші, екінші бонусқа $100 аласыз, үшінші квалификацияны орындасаңыз $500 аласыз, төртінші, бесінші, алтыншы квалификациялар бүткіл әлем бойынша мировой оборот дейді ғой, мировой оборот компаниядан 1% алып отырады. Мінекей осындай керемет табыс табуға мүмкіншілік бар, және де ол жай ғана табыс емес, денсаулық деген бірінші байлық дейді ғой қазақ. Денсаулыққа пайдалы өте керемет заттарды бұл жерде сатып алуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Енді маркетингтің егжей туралы әр жаңағы жақсы деген тауарлардың жаңағы обзоры осы каналда болады. Сондықтан осы каналға подписаться деген кнопканы басып, сол каналдан жаңағы хабар алып отырсаңыз, сол жаңағы видеоны жіберіп алмайсыз. Және де осы видеоны жіберген адаммен хабарласыңыз, тіркелу, және не болмаса тағы басқа да сұрақтарыңыз болса. Және осы телефонның астында менің WhatsApp-ым, менің Telegram-ым тұрады. Соны басып, маған тікелей хабарлассаңыздар, бұдан да жаңағы басқа түсініктемелерді беруге мен дайынмын. Сау саламатта болыңыздар, аман есен хабарласқанша.